Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қарағандыдан барлығына сәлем. Қадірменді көрермендер, қадірменді менің каналымның көрермендері, сіздерге жалпы айтқым келгенім мынау видео шықпай кетті деп айып етпеңіздер. Соңғы кезде жаңалық көп болмағандықтан, сезон болмағандықтан, жаңа сезонға дайындық жүріп жатпағандықтан салатын ақпарат көп жоқ. Өзімде бір 20 шақты күрке тауығым бар. Соларды келесі сезонға дайындап жатырмын. Бір 25 шақты тауық тұр. Енді қазақша айтқанда 20 шақты тауықты қайта-қайта сала бергеннен қызық болмайтын сияқты. Және де сіздерге арнайы бірнеше жаңалығым бар. Біріншісі, осыған дейінгі видеоларда айтып өткенімдей, жасап жатқан станогым негізі таяп қалды. Оны Алматыдағы Максим видео отчет жіберіп айтып тұрады. Қазір мына видеоның соңында сол туралы көретін боласыздар. Және де каналдың атын өзгертсем деймін. Соған сіздердің көмектеріңіз керек. Яғни Максимнің көмегімен, сіздердің көмектеріңізбен менің каналымның аты өзгертілетін болады. Яғни ұтыс ойыны өткізіледі. Қадірменді көрермендер, осы видеоның астына комментарийге, бірінші шарт, комментарийге өздеріңіз ойлаған каналға қандай ат қоюға болады, соны ойлап комментарий жазсаңыздар. Екінші шарт, менің каналыма және осы видеоның астында ссылка болады. Сол ссылкадағы жаңағы Максимнің каналына подпискада болу керексіздер. Осы екі шартты орындаған және маған ұнаған комментарийдің иесіне 3D принтермен өзі таңдаған сувенирді тегін шығарып береміз. Және транспортный компаниямен өзіміз төлеп салып жіберетін боламыз. Сондықтан, қадірменді ағайын, каналға барлығымыз бірігіп, ұтыс ойыны арқылы жаңа ат ойлап табайық. Ендеше бүгінгі ақпараттар легі осындай болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Саналы, сапалы, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеуге әрқайсыларыңыз өз үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Қазақ тіліндегі, YouTube әлемдегі видео контенті көбейе берсін. Көріскенше күн жақсы. Сау болыңыздар. И самое главное, Аманбек, мы с Данилом решили сделать такой подарок для твоих подписчиков. Проведи у себя розыгрыш, мы напечатаем любой сувенир твоему подписчику. Приблизительно это выглядит вот так. Это мы сейчас сделали заказ, это печать сделана лучшему строителю. У нас есть ребята, кто занимается стройкой, им хотели сделать подарок. Напечатали им статуэтку, вот к ней ведется печать апостамента, на которой прям будет, на постаменте будет прям написано лучшему строителю. Это как подарочный, такой как кубок. Одному из твоих подписчиков мы разыграем такую же вещь, и всем твоим подписчикам мы даем скидку на ЧПУ станки при заказе станка у нас в размере 10%.